Осал топтағы азаматтарға мемлекет тарапынан грант тағайындау жалғасып жатыр. Мәселен, Қордай ауданының өзінде биыл 70-ке жуық адам бұл бағдарламаның шарапатын көрмек. Қайтарымсыз қаржы кімдерге беріледі? Тілші тарқатып айтсын. Мемлекет тұрмысын тіктей алмай жүрген азаматтарға қаржылай қолдау көрсетуді жалғастырып жатыр. Біз айтқан бағдарлама аясында 400 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 1,5 миллион теңгеден астам қаражатты грант түрінде жеңіп алуға болады. Бұл сомаға кәсіп ашып табыс табуға мүмкіндік бар. Ол үшін үміткерлер міндетті түрде жұмыссыз ретінде тіркелуі керек дейді мамандар. Сондай-ақ кәсіп бастағанына 3 жыл бола қоймаған азаматтар да аталған жобада бақ сынай алады. Мансап орталығының мамандары халықтың белгілі бір санатына жататын тұрғындардың құжат тапсыра алатынын айтып отыр. Атаулы әлеуметтік көмек алушылар, көп балалы отбасылар, ол жерде 4 баладан жоғары балалар бар отбасылар қатыса алады. Асыраушысынан айырылған жағдайда әлеуметтік төлем алушылар, қоныс аударушылар, қандастар және мүгедектігі бар азаматтар және мүгедек бала асыраушы отбасылар қатысады. Қайтарымсыз мемлекеттік гранттың арқасында Жамбыл ауылында тағы бір шағын кәсіп сұлулық салоны ашылды. Көп балалы ана Сабина Алиева халыққа қызмет көрсетіп, отбасының табысын арттырып отыр. Бағдарламаның шарапатын көргендердің бірі бүгінде қыз-келіншектерге қызмет көрсетеді. Бұл салада жүргеніне біршама уақыт болған ол алғашында Бішкек қаласында білім алыпты. Кейіннен кәсібін Қордайда бастаған. Мне нравится преображать женщин. Маған әйелдерді әсемдеген ұнайды. Осы салада жүргеніме 12 жылдан асса да, жұмысымды сол баяғыдай жақсы көремін. Бағдарламаға қатысу үшін бизнес жоспар жасағанмын. Әр іске мұқият кірістім. Ал келер жылы салонымды кеңейтуді ойлап отырмын. Мемлекет беретін мүмкіндік бүгінде ауыл тұрғындарының әл-ауқатын арттыруға әлде қайда серпін берген. Жауапты мамандар аталған бағыттағы жұмыстың әлі де жалғаса беретінін айтады. Айгерім Қожабайқызы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.